не бар? Бопты онда шешіп таста, қазір ақыры қызың екен ғой, болды шешіп таста. Мынау дұрыс емес сен. Айда, сенің бұл ісің өте төмен іс болды бар ғой, ол адам как-никак саған... Маған жабылуының керегі жоқ, мына жерде бұл аузыңды жап. Ты нормально со мной разговаривай, поняла? Сен де бәріне бар болсана сыртын ба жерге. Мир не крутится вокруг тебя, орныңды біл. Сен мынақа бәріне атылып сөйлеме. Сен мен саған с уважением сөйлеп тұрғанда, сен де маған құқылысың. Уважениемен сөйлеп отқан жоқ мына жерде маған ешкім. Маған ешкім уважениемен сөйлеп отқан жоқ бұл. Саған атылып Хватит уже, бұған дейін мен бір ай үндемей келдім, хватит. Біз ден дұрыс кездесу жасадық па? Сен дені сау кездесуге шақырдың ба? Қайыршыға садақа бергенде маған не ақша жібергенсің өйтіп? Адам қайыршыға ғана ақша жібере ма? Жоқ, мен сенен сұрадым ба? Не деп жазды? Айтшы шынды не деп жазғанымды. Не деп жаздың? Өзім ұмытып қалдым. Болды жауабыңыз? Как бы мне неприятно таныстықта жүрген жігітіммен, жігіт емес енді. Вот. И мен сізге Арай ханым айтқым келіп тұр. Мен сізге айтқым бөліп, ортасынан бөліп сені сөйлейсің. Факт керек па саған? Факт керек. Онда тыңдап үйренген болса. Қыздар, біз сіздерге келер жасап қойсақ бұл. Сабыр, Айза. Аузыңды жап. Нормально разговаривай со мной. Жап аузыңды. Сенімен дұрыс сөйлесің. Айжан, мөлдір. Сен кімсің маған қалып қаласың қазір. В смысле? Бұл. Айза, отырыңыз орныңызға. Баладар, өйтіп нетпей қойыңдар. Ренжіспей қойыңдар ол. Жоқ, болмайды, ше, кім қарындас, болмайды. Деп айтып жатырмын. Адамның көңіліне тимейтін, адамды төмендетпейтін пікірлер айт деп мен сенен адамша сұрап тұрмын. Обязательно адамды кемсітіп, кекетіп сөйлеудің қажеті жоқ. Қалай мен сен кемсіттім? Сен мен қаласам талып қаласың деген сияқты қылдырып айттың. Сен қазір талып қаласың, дұрыстап сөйле, сен қазір талып қаласың деп сен айттың. Өмірде бәрі біз ойлағандай идеально болмайды. Бір-бірімізді жібергеніміз дұрыс. Бір-бірімізді қинамай, осылай ертеңгісі күні отбасылық өмірге екеуміз қадам басамыз, жарайды, бір эфирдің бұл екі адамның арасында болып жатқан проблемалар болды, ол бәріне анық болды, ол Айзаның ол просто адам өзінің пікірін айтты болды деп ойлаймын. Мен мен келіспеймін, керісінше. Стихотворение. Стихотворение от Данияра? От Данияра на Айдану. Я помню чудное мгновение. Передо мной является ты как мимолетные видные, мимолетные, как гений, чистый, красота, момент в томлениях, грустный, бездяжный, безнадежный, в тревогах шумный, суета сушал мне долго голос, звучал мне долго голос, нежный и сильный, милые черты, шли годы, порыв, я забыл твои глаз нежный, твои небесные черты в глуши, во мраке заточения, стихи мои.